Армысыздар достар, бүгін мынау қозғайын деп тұрған тақырып көпшілікке мәлім, көпшіліктің проблемасы деп айтсақ болады. Осы көп жағдайда тез бітірмеудің жолдары бар ма? Оны одан қалай арыламыз деп жатады. Енді бүгін қозғайын деп отырған себебім 80% ерлердің арасынан кездесетін проблема осы преждевременный эякуляция, яғни ұрықтың уақыттан ерте шығып кетуі. Ерте ұрықтың шығып кету себептеріне алдымен келетін болсақ, бірінші себеп бұл яғни жыныс мүшенің сезімталдығы, яғни гиперчувствительность дейміз. Оның себебі нервтардың көп орналасуы, яғни көп шоғырлануына байланысты. Екінші себеп бұл яғни стресс, депрессия, болмаса мынау ағзадағы серотонин гормонының дұрыс жетіспеушілігі, яғни серотонин охватывающий медиаторлардың жетіспеушілігі. Соған байланысты болатын жайттар. Үшінші себеп бұл және әрине қуық жолдарындағы қабыну, простатит ауруларының көп жағдайларда асқынуы осы жағдайларға апарады. Төртінші себеп бұл әрине эректиль дисфункция. Эректиль дисфункцияның әсеріне байланысты болады, яғни жыныс мүшенің әлсіреп қалуына байланысты ұрықтың ерте келіп қалуы бар. Енді осылардың негізгі тез бітірмеудің үш жолын қарастыратын болсақ, ең бірінші жолы, яғни егер сіздің жыныс жолдарыңыздағы сезімталдық жоғары болса, жыныс мүшенің басты сезімтал жоғары болса, оның сезімталы неге байланысты? Может, сүндетке дұрыс отырмаған, болмаса сіздің уздечкеңіз қысқа. Осыларды қалпына келтіру. Одан кейін, егерде мынау жыныс жолдарының сезімталдығы басым болса, бұған лидокаиндық спрей, болмаса лидокаин араласқан әртүрлі кремдерді қолдануға болады. Айтып өткендей, фрейнк мазі бар, одан кейін катеджел деген түрі бар, одан кейін жаңағы эмла деп жатамыз. Құрамында лидокаины бар кремдердің барлығы осы жыныс жолдарындағы сезімталдықты басуға көмектеседі. Спрей түрі болсын, бұл мас түрі болсын, барлығы бірдей әсер етеді. Екінші жол әрине бұл серотонин охватывающий медиаторлардың нервтарды блоктауына байланысты әсер ететін препараттар. Әрине бұл препараттарды дәрігердің тағайындауымен ғана алуға болады. Өйткені бұл психотроптық препарат болғаннан кейін әртүрлі кері әсерлері байқалуы мүмкін. Оның түрі бірінші примоксетин, екінші түрі дапоксетин, үшінші түрлері жаңағы әртүрлі флуксетин деп аталады. Оның дозировкалары мысалы 20 мг, 30 мг болып келеді. Оны қалай қабылдау керек? Әрине мынау препаратты күнде қабылдауға болмайды. Күн ары болмаса жыныстық қатынасқа түсердің алдында ғана қабылдайды. Бұл препарат қабылдағаннан кейін бұл мына біздің нерв жүйесіндегі нервтің өткізгіштіктерінің төмендеуіне алып келеді. Соған байланысты тәулігіне 30-60 грамм асырмау, 60 миллиграммнан асыруға болмайды. Екінші кремдерді қалай қолдануға болады? Жаңағы анестетиктерді. Олай қолдану жолдары жыныстық қатынастың алдында 15-20 минут бұрын жыныс жолының, яғни жыныс мүшенің басына жағу арқылы осы крем болмаса спрей сіңгеннен кейін 15-20 минуттан кейін жуып тастау керек. Өйткені партнершаңызда аллергия болуы мүмкін, басқа да жайттар кездесуі мүмкін сол мақсатта. Үшінші жолы әрине бұл қуық жолдарындағы қабынуды емдеу, эректиль дисфункцияны емдеу. Ол мақсатта жаңағы қуық жолдарындағы препараттарды қабылдау арқылы, мысалы сиденафил препараттары мүмкін қолдану керек бола ма, сізге мынау тадалафил препараттарын қолдану керек бола ма, әрине оны дәрігер тағайындайды. Оны алдымен диагноз жасаған кезде қуық жолдарында шынымен қабыну болса, соның емдеу арқылы оны көп жағдайларда осы эякуляцияның тез шығып кетуіне көмек тигізіп жатады. Енді 100% бұл ауруды емдеп тастау мүмкін емес. Біреу жаңағы препараттан кейін жақсарып қалпына келіп жатады, біреу жаңағы қуық жолдарын емдеткеннен кейін жақсарып жатады, біреу жаңағы крем қолданғаннан кейін нәтиже алып жатады. Әрине әркімнің организмінде әрқалай болуы мүмкін. Егер де осы симптомдардың қандай да бір түрі сізде бар болса, ол сіздің осы жағдайларға алып келуі мүмкін. Тағы айта кететін жағдай, бұл проблема бұл бала кезден пайда болуы мүмкін. Бала кезде осы серотонин гормонының яғни ағзаға жетіспеушілігі, мынау көңіл күйдің бұзылуына байланысты, бір стресс алғанына байланысты, депрессия болғанына байланысты осы жайтқа туындап келуі мүмкін. Кейбір адамдарда айта кететін жағдай, жас кезде мынау ситуациялық жағдайға байланысты болуы мүмкін. Үйленбей тұрған кезде мындай болған, қалыпты емес болған, үйленгеннен кейін қалпына келіп жүрді. Біреулер айтады, мысалы егер жыныстық жолға қатынасқа жиі түссем болмайды, жиі түспесем
осындай жағдай кездеседі дейді. Олардың арасында физиологиялық жағдайлар да кездесіп жатады. Оның барлығында ауру патология болып саналмайды. Енді литература бойынша негізі 1-2 минутқа дейінгі ұрықтың тез шығып кетуі осы патология болып саналады. Ал енді 2 минуттан асқан 3 минут, 7 минут, 10 минутқа дейінгі баратын эякуляциялардың барлығы бұл қалыпты болып саналады. Достар, бүгінгі видео ұнаған болса, астына міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Өздеріңіздің мазалап жүрген сұрақтарыңызды астына жазып кетіңіздер. Аман болайық. Біздің каналдың өсуіне атсалысуға бәріміз біргейік. Осы урологияның дамуына бірден бір көп түкірсе көл демекші, сіздерден қолдау күтемін. Менен ақпарат, сіздерден қолдау. Аман болайық достар. Сау болыңыздар. Денелеріңіз сау болсын.